Жас ұрпақтың жан дүниесін ұлттық атамұрамен сусындатып, сапалы білім беруде, қоршаған табиғи орта мен құбылыстар, жұмыр жер планетасының құпия сырларын меңгеріп, дүниетанымын дамытуға қазақтың бай алуан түрлі терең мағыналы этнопедагогикасының маңызы зор. Қашықтықтан оқу бастадық, пандемияның саласынан. Қашықтықтан оқу бастап, оқып жатырмыз. Ата-аналардың, мүжәйсіз отбасыларымыздың бәрі компьютермен, ноутбуктармен, роутерлармен қамтамасыз етілді. Кейбір ата-аналарға өздеріміз барып үйіне осы нәрселердің бәрін установка жасап бердік. Еліміздің тәуелсіздігінің нығаюына, өскелең ұрпақты қоғам талаптарына сай оқыту қазіргі 21 ғасыр мұғалімнің басты міндеттерінің бірі болып отыр. Осы орайда Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына қарасты Рахат ауылында орналасқан номері 23 орта мектептің тыныс тіршілігімен таныса отырып, тынымсыз еңбектерін көзбен көріп, көңілге түйдік. 23 мектеп 2018 жылда іске тапсырылған. Қазіргі таңда 1699 бала оқиды. 157 мұғалім жұмыс жасайды. Жаңаөзен қаласының Рахат ауылының 3-ші және 4-ші рахатының ортасында орналасқан. Қазақтың тағдыры келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға әрі заманға үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай ақ серттесуге болады деген Мағжан Жұмабаевтың сөзін басты ұстанымға ала отырып жұмыс жасайтын Қалыбайұлы Төрехан білімдінің мыңды жығатын алға тартып, алтын ұя шаңырақтың гүлденуіне аса қатты мән беріп, әрбір бұрышын көгалдандырып, ұжыммен жұмыла игі істер атқаруда.